Адам баласы жаратылысынан әлсіз екені белгілі. Оның басына қандай да өмірлік қиындық келсе, мазасызданып, уайым шегіп, жатса да тұрса да алаңдаумен болады. Құдды бір сол қиындық шешілсе, ары қарай бақытты ғұмыр кешіп кететіндей сезімде жүреді. Бұл әрбірімізде бар нәрсе. Бір күні болмаса, екінші күні басымызға бір проблема міндетті түрде келеді. Одан қашып та құтыла алмаймыз. Сіз алаңдап, уайымдасаңыз да, уайымдамасаңыз да, уақыт келіп, сол проблема бір күні өзі шешіледі әйтеуір. Бірақ ол шешілгенде оның орнына басқа бір қиындық тағы келеді. Егер осы қиындық басына келгенде, оның алдыңғысы бізге оңайлау болып көрінеді. Жаратқан Жаббар Құранда былай айтады ғой: «Иннал инсана хулиқа халуа, ида массаху шарру жазуа». Расында адам баласы жаратылысынан сабырсыз келеді. Егер оның басына бір жамандық келсе, қайғыға түседі. Шынымен де солай. Бұл өмірдің мәселесі, қиындығы көрге барғанша таусылмайды. Өмір осылай құрылған, одан қашпақ жоқ. Өмірге адам болып келгесін, соған төзе білесің, құрдымға кетесің. Егер адам мұндай қиыншылықтан бір сәтте құтыла алатын болғанда, Яқуб алейхиссалам пайғамбар 40 жыл бойы денесі шіріп, ауру тауқыметін кешпес еді. Құранда жалғыз аты аталған, әрі дәрежесі көтерілген Мәриям анамыз да өздігіне дүниеге сәби әкеліп, халқынан қарабет болып босқа қиналмас еді. 40 жасында пайғамбарлықты қабыл алған Мұхаммед алейхиссалату вассалам пайғамбар өмірден өткенше дін жолында машақат көрмес еді. Жүсіп алейхиссалам пайғамбар балалық шағында ойынға тойып өсетін уақытында түнек құдыққа тасталып, Мысыр еліне құл болып сатылып, жастайынан қиындыққа тап болмас еді. Олардың барлығы Аллахтың сүйген құлдары болды. Бірақ өмірде сондай қиыншылықтар мен түрлі проблемаларға тап болды. Егер бұл өмір еш қиындықсыз болса, онда әуелі сол кісілер шалқайып ғұмыр кешереді. Ал біз олардың қасында кімбіз? Осындай кісілердің өмір жолын оқып, неғұрлым Аллахқа жақын болған сайын, соғұрлым түрлі сынақтардан өтіп, қиыншылықтарға кенелетінімізді түсінеміз. Біреулер айтуы мүмкін: Аллах саған ашулы болғасын басыңа осындай түрлі бәлені алып келеді. Екіншісі айтуы мүмкін: тура жолдан тайғаның үшін осындай қиындықтарды көріп жатсың деп. Жоқ, мүлде олай емес. Жоғарыда айтылған пайғамбарларды Аллах тағала қатты жақсы көрген. Сонда да олар өмірде түрлі қиыншылықтардан құтыла алмады. Бірақ сіз білесіз бе? Олар, яғни пайғамбарлар, бізге басыңа қиындық туғанда не істеу керектігін үйретіп кетті. Жаратқан Жаббар адам баласы өмірдің көптеген қыртысты қиындығына төзу үшін оның жүрегіне тыныштық беріп қояды. Бұл жайында Тағабун сүресінде былай делінеді: «Мә асаба мин мусибатин илля биизниллах, ва ман юъмин биллахи яхди қалба». Кез келген қиындық тек Аллахтың қалауымен ғана болады. Кім-кім жаратқанға иман етсе, Аллах оның жүрегіне тыныштық береді. Ибн Касирдің тәпсірінде аятқа қатысты былай делінеді: «Әлде бір кісі қиындыққа тап болса, оның Аллахтан екенін біліп, жай ғана сабыр етіп бойсына салады». Сіздің жүрегіңізде Аллахқа деген иман мықты болса, әрдайым жүрегіңізде тыныштық болады. Егер де осындай тыныштыққа қол жеткізсеңіз, сізді ешқандай өмірдің проблемасы сындыра алмайды. Себебі сіздің жүрегіңіз ешқандай алаңдаулы, қобалжулы емес. Керісінше ол кез келген мәселеге күліп қарайды. Ал жүрегі күлген адамның әрдайым жүзі күліп жүреді. Бұл Құдайдан берілген үлкен сыйлық негізі. Бұған барлық адам бірдей жете алмайды. Оған жету үшін алдымен мықты иман керек. Аллахпен жүрегің байлануы керек. Мен жоғарыда айтқан әрі түрлі қиындыққа тап болған пайғамбарлардың барлығының жүрегінде осындай тыныштық болған. Содан кейін олар өмірдің сынақтарынан сүрінбей өтті. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірде көрмеген қиыншылығы жоқ. Жастайынан жетім өсті, балалары өз қолында жан тәсілім етті. Сүйіп қосылған әйелдері өмірден өтті. Бұл оның отбасында болған жағдай ғана. Ал сырттағы проблемасы ше? Дінді таратамын деп Құрайштармен қанша соғысты. Таиф еліне барып исламды насихаттап, ақырында олар пайғамбарды таспен атқылап қуды. Мәдинаға қоныс аударғанда иудейлер мен христиандар арадағы келісімді бұзып, мұсылмандарды сатып кетті. Мұсылмандардың арасындағы екі жүзділер мен өмірден өткенше арпалысты. Тағысын тағы. Осы секілді сансыз проблемаларды жалғыз өзі көтерген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кеудедегі жұмырдай жүрегі әрдайым тыныштықта болды. Және ол әрдайым күліп жүретін. Бұл әрине Аллахтан берілген үлкен сыйлық еді. Сондықтан басыңа түскен қиындық сенде ғана бар деп ойлама.
ол барлығында болады. Арамызда қаншама бай дәулетті адамдар бар, ұйқысы тыныш емес, немесе бір перзентке зар. Біз армандаған бақыттың кілті саналатын зәулім үйлер мен қымбат көліктері бар адамдар ақырында арақтың, нашаның соңына түсіп кетіп жатады. Кейде олардың қасында көшедегі үйсіз күйсіз жатқан адамның ұйқысы тыныш болады. Жер бетінде ең бай болған адам кім екенін білесіз бе? Қарун деген кісі. Ол Мұса пайғамбардың уақытында өмір сүрді. Құранда ол туралы былай делінеді: бір күні Қарун әсем киімін киіп халықтың алдына шығады. Сонда сарайдың ішінде жиылған халықтың барлығы бірдей оған қарап: шіркін, біз осы Қарун секілді бай болсақ қой, ол сондай дәулетті жан деп қызыға айқайлай бастайды. Мұны көрген Қарун одан сайын тәкаппарлана түседі. Оның ақыры не болды білесіз бе? Сол түні оның сарайы жермен жексен болып, Қарунды жер жұтып қояды. Сондықтан байлық, дәулет, бақытқа жетелесе, Қарун ең бақытты адам болар еді. Сол үшін басымызға осындай түрлі қиындықтар туғанда ең алдымен біз жүрегіміздің тыныштығын ойлауымыз керек. Егер ондай тыныштық сізде болмаса, онда Аллахпен болған байланысыңызды түзеңіз. Өйткені ондай тыныштық тек иманына берік адамдарға ғана беріледі. Ол Аллахқа иман етудің ең үлкен сыйлығы, ал иманды адамға жаратқаннан өмірде бұдан артық үлкен сыйлық жоқ. Сондықтан егер қандай да бір проблемаға бетпе-бет келіп, шығатын жол таппай қалсаңыз, жаратқан Жаббарға шынайы көңілмен, ықылас қоя отырып жалбарыныңыз. Ол үшін араб тілін біліп, немесе Құранды толық жаттап алу шарт емес. Тек қана шынайылықпен жүректің түбіндегіні ақтару маңызды. О жаратқан, менің жүрегіме тыныштық бер, және мына басымдағы қиындықты еңсеруіме күш-қуат бер, деп Аллахпен сөйлесуіңіз керек. Себебі өмірлік проблемалардың шешілуінің жалғыз жолы ол жүректің тыныштығы. Бәлкім сіз күнде Аллах тағаладан үй сұрап жүрген шығарсыз, жақсы мінетін көлік сұрап жүрген шығарсыз, деніңізге саулық сұрап жүрген шығарсыз. Бірақ бұларды ол бізге бермеуі де мүмкін. Себебі ол біз үшін не жақсы екенін бізден жақсы біледі. Белгілі мысырлық тәпсірші ғалым Мұхаммед аш-Ша'рави былай дейді: Аллах тағала сізден бір күтпеген нәрсені алып қоюы мүмкін. Бірақ біліңіз, ертең сіз үшін одан да қайырлы күтпеген нәрсені дайындап қояды. Сізге бірдеңе беремін десе, жер мен көктің иесі болған Аллах тағаланың алдында түкке тұрғысыз нәрсе. Бізге сұрағанымызды бермесе, ол Аллахтың оны бізден қызғанғаны емес, оның біз үшін қайырлы емес екендігін түсінуіміз керек. Сондықтан ағайын, өмірдің проблемаларын сырттан емес, жүректің түбінен іздеңіз. Себебі жүрегіңіз тыныш болса, барлық мәселенің өз шешімі табылады.